Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді, жұмсақ пицца жасайтын боламыз. Қамырын илеп те керек емес, жайып та керек емес. Ең алдымен бізге керегі 350 мг айран өлшеп құйып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Содан соң бір шай қасық тұз, бір ас қасық қант, бір ас қасық сұйық май, сосын бір шай қасық разрыхителімізді 220 грамм ұнымызға араластырып қойып қоямыз. Содан соң осының үстіне қосып жіберіп, араластырып тесто илейсіздер ғой. Мінекей осындай қою тесто шығады. Соны пергаментті жайып, осылай жақсылап тегістеп жаясыздар, жұқалап. Содан соң кетчупымызды жағамыз. Өздеріңізде кез келген начинканы қоссаңыздар болады, не бар соны қоса беріңіздер. Менде помидор бар, сосын жуа қостым. Жуаны осылай қоссаңыздар, пиццаға өте күшті болып шығады. Дәмі деген өте күшті болып шығады. Жуаны қосып алғаннан кейін мен болгарский перец қосқан болатынмын. Яғни перецтің дәмі кішкене ащылау болды мен үшін. Енді басқаларды білмеймін, өздеріңіз қарайсыздар енді. Сосын кәдімгі консервадағы жүгері бар ғой, сары. Соны қосасыздар деп қоймын, мен соны қостым. Одан соң бетіне сырды септім да 200 градуста 25-30 минуттай пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздаршы, мына жерде деген бөлінбей жатырмын мына жерде дейтін. Сосын доскамда алып келдім да, доскама тарс етіп қойып жіберіп, балтамен шауып жібердім ғой мына жерде. Сосын үйдегілерге ұсынып едім, сілекейлері ағып, бәрін тауысып қойдық қой. Онда күшті болып шықты. Міндетті түрде үйлеріңізден жасап көріңіздер. Қарасаңыздаршы, мен дейтін, мына жерде дейтін дегустация жасап жатырмын ғой. Өте дәмді болған ғой. Ас болсын, жасап көріңіздер. Всем пока-пока.